Саламатсыздар ма аналар? Бүгінгі жағдайға байланысты сіздерге видео жолдап жатырмын. Кеше 21 күні Telegram шатынан активист ДВК деген шаттан мынандай хабарландыруды оқып, сол айтқан адрес бойынша біз сол ғимаратқа бардық. Сол ғимаратқа барғанда көп балалы аналарға не үшін жиналып жатқанын білу үшін бардық. Қандай жағдай болып жатқанын білейік деп барғанымызда бізді ішке кіргізбеді. Не үшін кірмейміз, біз көп балалы анамыз, біз де білуге құқығымыз деп сұранып сол жерде айтып жатқан кезде бірденен ұрыс у-шу басталып кетті. Менің қасымда тұрған бірге барған әйелді ұрып жатқанын көріп, мен ажыраттым. Сол кезде оның қабырғасы сынған, басынан ұрған, сотрясение алып, қазір больницада жатыр. Екінші қызымыз жағынан ұрған, ол да жаңағы зақым алып больницада жатыр. Біз бірденен арыз жаздық. Егерде біз ол Азаттық радиоға қатты зақым келтіріп, оларға бір зиянымыз тиіп жатса, Азаттық радионан шын жүректен кешірім сұраймын. Ал жаңағы жігіт те бізден кешірім сұрасын. Біз ешқандай да ұрыс керісті бастаған жоқпыз. Ол жерде бізді кетіңдер, кірмейсіңдер деп өздері бастады. Сол жерде ұрыстың шу көтерілгені сол болды. Соны түсіндіріп өтейін.